Biz apam ikimiz Қазақтың ұлттық бауырсағын дайындаймыз. Бірінші қолымызды жуамыз. Бізге керек ашытқыш, тұз, қант, ұн, су, май. Бірінші суды құямыз. Енді ашытқышты саламыз. Одан кейін тұзды саламыз. Тұздан кейін қантты саламыз. Одан кейін илейміз. Енді ұн саламыз. Енді илейміз. Міне, нанымыз дайын болды. Енді бір сағат көтерілгенше жылы орынға қойып қоямыз. Міне, нанымыз көтерілді. Енді екіге бөліп, оқтамен жайып аламыз. Ең бірінші ұн себеміз. Енді нанымызды түсіреміз. Енді екіге бөлеміз. Енді нанымызды жайып аламыз. Міне, нанымызды жайып болдық. Енді кесеміз. Нанымызды кесіп қоямыз. Жабысқанмау үшін шүберекке тіземіз. Енді майды ыдысымызға құямыз. Енді майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға бауырсағымызды ақырын саламыз. Міне, бауырсағымыз қып-қызыл болып пісіп жатыр. Міне, апам екеуміз дайындаған бауырсағымыз дайын болды. Ас болсын.